практикалық теориялық білімімізді бекіту мақсатында практикалық есептерді талдайық. Бізде бірінші есеп осындай берілген. Практикалық бірінші есеп функцияның шегінің мәні 8-ден 1 екенін дәлелдеуіміз қажет. Енді біз мына шартты қолданамыз. Кез келген эпсилон санын табылады. Және сол үшін мынандай шарт орындалады деп қарастырайық. Сонда біздің функциямыздың орындалғанда осындай шарт болатындай біз дельта санын табайық. Сонда біз айырмасын табамыз. Мынау жіктеген кезде осындай болады. Жаңағы функцияны жіктеп осылай 7x минус 2-ден 8 минус x 10 деп қарастырамыз. Бізде бөлімде баған осы шартты қанағаттандыру үшін біз мынандай бір үстіндегі шарт. Мұнда біз осыны қалған шартты қанағаттандыру үшін осы шартты қанағаттандырсын деп алсақ, бізде осындай шарт, 1-ден үлкен, 3-тен кіші деп. Сонда біз 10 астындағы бөлімдегі сан үшін біздегі осындай болады ки минус 9, минус 7, яғни x 10-ымыз 7-тен үлкен, яғни біз жердегі 7-тен арылу үшін. Сонда біздің демек бөлшегіміз 7-тен 1-ден болады. Сонда бізде оның 7-ні қойып, сонда бізде x бөлінген минус 2 бөлінген 8 деген шығады. Ол бөлшіміз 8-ден кіші, 8 эпсилоннан кіші. Сонда x минус 2-міз 8 эпсилоннан кіші болады. Біз бұны қалай таңдаймыз? Сонда біз осы жерде минимум аламыз. Қорытынды, егер мынандай шарт орындалса, сонда бізде 7x минус 2, сонда 7-ні біз 8 эпсилон қоямыз. 7 мен 7, 8 эпсилон, яғни эпсилон өзі шығады. Сонда бізде шегіміз осындай шығатыны біз көзіміз жетті, яғни дәлелденді. Енді екінші практикалық есеп бізде мындай теңіз шек берілген, яғни соның мәні 32-де 3 екенін дәлелдеуіміз керек. Яғни бар шегі соған тең ба соның. Енді бізде мынаның қалай шыққанын, оны мына теңістік мынадан біз мынадан мынаны қалай шығарғанын ол не арқылы, яғни бізде L'Hopital ережесі деген бар, оны кейінгі сабақтарда көрсетемін. Біз сол L'Hopital арқылы шығарған болатынбыз. Сонда бізде 32 косинус 8x бөлінген 3 арқылы шығады екен. Сонда біз 32 бөлінген 3 деген айырмасын эпсилоннан кіші деп алайық. Кез келген эпсилон саны үшін бізде дельта сан табылады. Дельта сан осы шартты қанағаттандырады. Сонда біз осыны эпсилоннан кіші деп қарастыратын болсақ, яғни бізде 32 бөлінген 3-ті мына жерге бөлсек, сонда бізде косинус 8x мынадан кіші екенін көзге сонда орнына қойсақ, сонда бізде эпсилон шығады. Сөйтіп біздің шегіміздің сондай мәнге шығатынын көз жеткіздік. Енді мына практикалық есепке мән берейік. Үшінші практикалық есеп. Бізде шек берілген. Біздің шектің шешімдік ынтығуындағы функцияның шегі шексіз болады екен. Соны ол ақырсыз үлкен функция екен. Анықтама бойынша бізде функция ақырсыз екен дәлелдеу үшін бізге кез келген үлкен m саны қарастырайық дейік. Және біз мынандай шарт орындалса, яғни бізде x квадрат қосқанша m-нен үлкен болса, бізде x квадраттымыз m минус 3 болады. m былай 3 былай сол жаққа көшірсек, сонда модуліміз мынаның түбірінен кіші. Ал егер алсақ, онда кез келген x сан үшін бізде a-дан үлкен болса, яғни f шарты орындалады. Яғни біздің функциямыз ақырсыз үлкен функция екеніне көзіміз жетеді. Енді келесі практикалық есебіміз эпсилон функциясы берілген, яғни соның шегінің мәні 0 екенін дәлелдейік. Ол яғни бізде ақырсыз кіші функция екенін дәлелдеуіміз қажет. Бізде анықтама бойынша кез келген эпсилон сан табылып, бізде осындай шарт орындалса, кіші сан деген ақырсыз кіші функцияның анықтамасына
сүйенсек, орындағанда бізде осындай шарт орындалса, айырмашанс эпсилон бета шарт орындалса, бізде болатын м сан табылатынын көрсету қажет. Сондай біздің эпсилон иксіміз бетадан эпсилоннан кіші екенін арқылы шешеміз. Сонда екі жаңа логарифм санаймыз. Сонда иксіміз сонда эпсилон логарифмнан кіші екен, яғни біздің міміз минус логарифм эпсилон немесе логарифм 1/+ эпсилон шығады. Сонда алсақ, сонда шарттың орындалатынына көз жеткізеді екенбіз. Сонда біздің функцияның мәні эпсилоннан кіші болады. Яғни біздің функциямыздың шегі 0, яғни біздің функциямыз ақырсыз кіші функция деп айта алады екенбіз. Енді сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сабағымызды шек туралы анықтама бердік, функцияның шегін дәлелдедік, қандай да асан шығатыны, және ақырсыз үлкен және ақырсыз функцияны таныстық, және ақырсыз функцияның бар екенін немесе жоқ екенін дәлелдедік. Назарларыңызға рахмет, құрметті математика сүйер қауым. Егер қандай да сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдыра кетіңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып барларға тіркеле кетіңіздер. Келесі сабағымыз геометрия, аналитикалық геометрияның 4-ші лекциясы, яғни біз жазықтық теңдеуін қарастырамыз. Жазықтық пен түзу арасында теңдеу туралы қарастырады екенбіз. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.